Қонақ күту кез келген үй бикесі үшін нағыз сынақ. Қонақтардың көңілінен шығарлықтай дастархан жайып, ас пісіру, дастархан жабдықтарын дайындау, бөлмені ретке келтіру, қонақтардың көңілін аулау. Мұның барлығы оңай шаруа емес. Бұл міндеттердің барлығы қыз-келіншектерге жүктеледі. Алайда маңызды тізім мұнымен аяқталып қоймайды. Қонақтарды жақсылап, тамақтандырумен қатар ережеге сай күтіп алу да маңызды. Қазақ халқында үйге қонақ келсе, жас баланың қолына құман беріп, мойнына сүлгі асып, ас ішердің алдында қолға су құйғызатын әдет бар екенін жақсы білеміз. Мұны қазірде қаны қазақ деп соғатын кез келген шаңырақ иесі бұзбай дәріптеп келеді. Тіпті қай уақытта болсын үйге бас сұққан құдайы қонақтың қолына су құюды әрбір отбасының кенжесі жақсы білсе керек. Көз жасыр, көз жігіт бұл. Ойлаған арманың әзір, көз жасын жақсы. Рахмет бол, рахмет, көз жасын. Бата қазақтың ертеден келе жатқан ұлттық дәстүрлерінің бірі. Бата тілек ақ дастархан басында, түрлі тойларда, жақсылықтарда айтылады. Ақсақалдар үйде бір жақсылық бола қалған жағдайда немесе сойылатын малға бата жасап, балаларға құлақ үлестіреді. Бұның бір жағында үлкенді сыйлау жатса, екінші жағында баталы құл арымас, батасыз құл жарымас деген ізгі ықылас игілікке деген тілектестік жатады. Қазақта батаны көбінесе келешегі алда жас өспірімдер сұрайды. Жақсылардың көп жасағандардың, киелілердің аузы дуалылардың батасын алуды жақсылыққа санап, ырымдайтындар ертеде осындай адамдарға алыста болса да арнайы жіберетін. Сыйлық беру, сый-сияпат жасау, сыйлағанын көрсету, кәдесі о бастан қазақ дәстүріне сіңісті деуге толық негіз бар. Оны ізгі ниет қалыптастырып, аралас құраластықты, достықты, бауырмашылдықты, сүйіспеншілікті нығайтады. Жүректі кірбіңнен, кірден тазартып, арадағы салқындықты жылылықпен алмастырады. Сыйға сый, асықты жілік бергенге жамбасыңды сақта, иесін сыйлағанның итіне сүйек таста. Сыйласаң сый көрерсің, дос бергеннің түсіне қарама деп мақалдаған қазақ атамыз да әркім сыйлағанның құлы дегенді бекер айтпаса керек. Ал енді мына қос үйден құр қол шықпа дегендей, мынау кішкентай сый-сияпатыңды қабыл алыңыздар. Орамал тоң болмас, жол болады дегендей. Рахмет келгендеріңізге, рахмет.